Жазғы уақытта адам ағзасына ең пайдалы әрі қажетті жеміс абрикос деп атады дәрігерлер. Айтуынша, абрикосты күнде жеп тұрсаңыз, көптеген аурулардан арылады екенсіз. Мамандар абрикосты жүрек, қан, тамыр аурулары мен бүйрегі ауыратын адамдарға күнделікті жеп отыру керектігін айтады. Сонымен қатар жүкті әйелдерге абрикос жемісін көп жеуге кеңес береді. Абрикос аз калориялы және пайдалы витаминдерге бай жеміс. Ол холестеринді азайтып, ағзаны артық нәрселерден тазалайды екен. Диетолог маманы да артық салмақтан арыла алмай жүргендерге абрикос жеуді ұсынды. Одан бөлек абрикос адамның көңіл күйін көтеріп, қобалжуды азайтады екен.